Ал баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Кешеден бері неге шықпадым, сторисқа дайындалдым. Кішкене волнение болды, бүгін өте қуаныштымын. Назым сөз салып, Назым қазір ар жақта, мен қазір сырлас бөлмесінде отырмын. Маған қолдаушылардан сыйлық келді. Ерекше арулардан, то есть дұрыс айттым ғой негізі, қолға жолдым. Үлкен рахмет сіздерге. Мінекей. Осындай бадар беріп жібереді да, Тима. Тима бауырым тұр қасында, міне ерекше арулардан. Бүгінгі сөйтіп атса, білмеймін енді. Нормально ғой, короче. Кішкене настроение болмады, но нормально кез. Главное, қасымда Назым бар деймін. Ал құрметті көрермен, біздің ең әдемі жұбымыз енді бүгіннен бастап жұп болып жатыр. Сіздерді құттықтаймын. Өте әдемісіздер, сондай бір сезімдеріңіз сыртқа көрініп тұрады. Тек қана бақыт тілеймін. 2026 жылы сіздерден той күтеміз. Рахмет. Үлкен рахмет. Сіз сездіңіз ба? Жалпы билеп тұрғаныңызды қалай болды? Жоқ, вообще сезбедім. Мен потеря болып тұрмын. Еще қандай би болады екен деп ойланып тұрдым. Бірақ вообще күтпедім. Ойыма келген осы кішкене андай настроениемен болсын деген сондай идея болды. Енді официально қызым бар, официально жігіті бар болды. Ешкім тиіспейді бұл кісілерге енді. Ешкім тосыннан келмейді, сырттан мақтамайды. Бұл кісілер бір-бірін тапты, бір-бірімен бақытты. Теңімді тапқан сияқты емес, таптым. Қалыңыз қалай, Назым? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Әдеттегідей өте әдемі болып тұрсыз. Сіздің редакторыңыз сізге деген үлесі қандай? Бұл жақта осылайға келгелі мен бұл жақта редактордың үлесі өте көп. Жақсы ашылдым мен. Әйтпесе қатты тұйықтап едім. Енді ашылып келе жатырмын. Өте үлесі көп деп айта аламын осының редакторымен. Мен айтайыншы, бұл Назым бізде енді бір тұйық, сондай тыныш қыз ғой. Бірақ бұл кісінің редакторы өте бір гиперактивный, сондай сөйлеп қалған, пысық редактор. Жалпы соған сәл ұқсасаңыз жаман болмайсыз. Маған да өте қатты ұнайды. Мен де ұқсасам, шынымен жақсы боламын деп ойлаймын. Бір оқиға бар ма есте қалған? Бір оқиға бар, есте қаларлықтай. Мен жылап қалған болатын, ұрысып қалған болатын, бірақ одан кейін барлығы. Бүгін бізде жаңа жұп пайда болды. Ғалымжан мен Назым. Ғалымжан да өте әдемі гүлдерді келді. Құттықтаймын, бақытты болыңыздар.